Hello everyone. Сіздермен Жан. Ағылшын грамматикасын аңыз әңгімелер арқылы түсіндіремін. Жайғасып отырып, етістіктер отбасында инфинитив туралы тыңдаңыз. 5 саусақ бірдей емес дегендей, етістіктердің әр қайсысы әртүрлі және әртүрлі қызмет атқарған. Үйдің ең үлкені инфинитив екен. Әрдайым өз формасын жоғалтпай, түр келбетін өзгертпей жүретін, сымбатты әрі көрікті етістіктердің бірі. Одан кейін өткен шақты баяндайтын екі егіздер бар екен. Regular, irregular verbs. Және үшіншісі, кеншесі, gerund, герунди. Бірақ, достар, бүгін сіздерге инфинитивтің әңгімесін айтып берейін. Ол әр қашан қасына to көмекшісін ертіп алып жүрген. Сондықтан да біз оны to infinitive деп айтамыз. Үйдің үлкені болғандықтан бәріне үлгі болайын деп біраз тірлік атқарған деседі. Бірінші, белгілі бір етістіктермен кездесіп, үлкен шаруаларды шешеді екен. Ол етістіктер need, would like, help, want, promise, offer, pretend, try, start, decide және тағы басқалар. Мысалы, I need to go. Бұл жердегі to go, to infinitive. Яғни need етістігімен кездесіп отыр. Келесі, I would like to stay at home. I can't promise to be on time. They decided to go camping. Екіншіден, сын есімдермен кездесіп, жағдайдың сынын, сапасын, қандай болатындығын талқылайды екен. Мысалы, It was very interesting to see my old school again. It is difficult to learn Japanese. I'm very happy to be here. Үшіншіден, сұраулы сөздермен кездесіп, белгілі бір жағдайларды қалай шешуге болатындығын ойластырады екен. Мысалы, Can you show me how to use the new coffee machine? Does he know where to go? I don't know who to ask for advice. Төртіншіден, әр істеген ісінің себебін айтып, көрсетіп отырады екен. Мысалы, I went on holiday to relax. I went on holiday оның істеген іс-әрекеті. Енді оның себебі to relax, демалу үшін. Ол демалысқа барған. She studies hard to get good marks. I'm calling you to ask for help. Бірақ кейде, достар, infinitive to көмекшісінің көмегінсіз кейбір шаруаларды атқарған екен. Ол туралы толық білгіңіз келсе, English with Jan Instagram парақшама тіркеліңіз.